Самат досым, қалайсың? Сұлужақ, денсаулық қалай, жақсы ма, амансың ба? Отбасың аман ба? Ақ жеңгемнің жағдайы қалай? Бүгінгі мынау зейнетке шығып жатқан 63 жасың құтты болсын. Өмір жасың ұзақ, денің сау болсын. Алға қойған мақсаттарыңа жет. Ақ жеңгем екеуің мынау көзге көрінген балдарыңның, қыздарыңның, немерелеріңнің қызығына тоймай жүре беріңдер. Мынау туған туысқандарың алдында, құда жекжаттарың алдында сыйлы болыңдар. Алланың назарында, бақыттың базарында болып, ақ жеңгем екеуің шапқылап жүре беріңдер. Дендерің сау болсын досым. Сұлужақ, жаран балама сәлем айт. Жаран сұлужағыңнан сәлем. Туған күн құтты болсын. Құтты болсын, құтты болсын. Ақ жеңгем екеуіңе бір ән айтып берейін. Жастық шақты еске алыңдар. Екеуің туған күнді жақсылап өткізуге тілектеспін. Жақсылап демалыңдар. Мынау екеуің, ақ жеңгем екеуің жастық шақты еске алып, екеуің бір вальске түссеңдер демекпін. Қабыл алыңыздар. Бір белгі үшін осы әнімді арнадым. Әттең сені басқа жанға қимадым. Балбыраған жас сәбидің önünде көз алдымда тұрар сенің дидарың. Ойлармын мен оңаша бір шақтарда, ойлармын мен таң сарғайып атқанда. Неге солай жаратты екен адамды? Айтшы жаным, махаббатта шек бар ма? Неге солай жаратты екен адамды? Айтшы жаным, махаббатта шек бар ма? Бір ай емес, бір жыл емес, бір апта. Мүмкін сенде ұмытарсың бір уақытта. Бір-біріне ұмтылады екі адам. Жауап іздеп жүрмін осы сұраққа. Ойлармын мен оңаша бір шақтарда, ойлармын мен жаным жалғыз жатқанда. Неге солай жаратты екен адамды? Айтшы жаным, махаббатта шек бар ма? Неге солай жаратты екен адамды? Айтшы жаным, махаббатта шек бар ма? Бір белгі үшін осы әнімді арнадым. Әттең сені басқа жанға қимадым. Балбыраған жас сәбидің önünде көз алдымда тұрар сенің дидарың. Ойлармын мен оңаша бір шақтарда, ойлармын мен таң сарғайып атқанда.
неге солай жаратты екен адамды, айтшы жаным, махаббатта шек бар ма? Неге солай жаратты екен адамды, айтшы жаным, махаббатта шек бар ма? Служак, жаран служагыма сәлем. Аман бол, қайда жүрсең де. Денің сау болсын, туған күнді жақсылап өткізуге тілектеспін. Жақсы демал. Сәлем айт Құда жекжаттарың барлығына.